Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен TikTokта тренд болып жатқан жүрекшелерден өте дәмді пирог жасаймыз. Пирогымыздың жасалу реті де құрамы өте қарапайым, үйде бар заттармен жасалады. Рецепті бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Алдымен таза әрі құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, одан кейін шекерімізді салып, миксердің немесе венчиктің көмегімен көпіргенше миксерлейміз. Ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Шамамен осындай көлемде болса жетеді. Енді бөлме температурасындағы айранымызды және сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды електен өткізіп қосып аламыз, және оны да миксердің төменгі жылдамдығымен қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымыздың 1-2 қасығын жеке ыдысқа құйып аламыз. Оның үстіне пищевой краситель, менде топ декор, содан 1-2 тамшы тамызсаңыздар жетеді. Жақсылап араластырамыз. Пирогымыздың қамырын арнайы формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 26, 22, 24 диаметрге жасай берсеңіздер де болады. Енді осындай медициналық шприцтің көмегімен қызыл қамырымызды видеодағындай пирогымыздың қамырының үстіне құйып шығамыз. Шприцтің орнына қасықпен немесе кондитерлік мешокпен де қолдануға болады. Және бізге ағаш шпажка қажет. Осы шпажканың көмегімен біз жүрек узорларын жасайтын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай жасайсыз, біркелкі етіп те, немесе мен сияқты ирелек етіп те жасауға болады. Енді осы пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут ағаш шпажкамыз құрғақ болғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз осындай болып шығады. Дайын болған суыған пирогымызды дастарханыңызға шайға ұсына берсеңіз болады. Мамықтай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қолдауды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.